Сәлем достар, президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың биылғы жолдауына қысқаша тоқтала кетсек, байларға салық салынады, қымбат үй алғанда және қымбат көлік алғанда. Көліктік өтел алым мен бірінші реттік тіркеу құны 200-250 мың теңгеден аспайды. Мемлекеттік сатып алудың жаңа жүйесі салынады. Яғни, тендер жүйесі, тендер жеу деген болмайды. Жері жоқ адамдар бизнеспен айналыса алмайды, кәсіп жасаймын дегендерге жер беру керек. Бос жатқан жерлерді мақсатқа сай пайдалану керек. Жылдың соңына дейін 5 миллион гектар жерді қайтарып алу жоспарлануда. Инвестиция тарту жүйесін жетілдіру керек. 2025 жылы жолдардың 95%-ын жақсарту керек. Мемлекеттік қаржысын оңды-солды шашуға жол берілмейді. Медициналық сақтандыру жүйесін қайта қарау керек. Аудандық 32 аурухана толығымен модернизацияланады. Резидентура гранттары 70%-ға артады. Бала бақшаға тәрбиешілер жалақысы көтеру керек. Олар аттестациядан өтеді. 2025 жылға дейін 800 мың баланың заманауи мектепке оқуына жағдай жасаймыз. Сұраныс қай тілде болады, сол тілде мектептер болады. Бала күтіміне байланысты төленетін жәрдемақы 1,5 жасқа дейін ұзартылатын болды. 18 жасқа дейінгі балалардың шотына ұлттық қордың инвестициялық табысынан ақша түсіп отырады. Бұл ақша 18 жасқа дейін алынбайды, кейін оны үй алуға, оқуға жұмсай алады. Әйелдердің зейнет жасы 61 жас. 2028 жылға дейін осы жас қалады. Қаңтар оқиғасына қатысушыларға бір реттік рақымшылық жариялау туралы шешім қабылданғанын айтты. Елдегі минималды айлық 70 мың теңге болады. 100 мың жасқа жұмыс. Олар кәсіп бастаймын десе, яғни 2,5% несие беріледі. Сондай-ақ президент Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы күзде кезектен тыс президент сайлауын өткізуді ұсынды. Достар, түрлі бағдарламалар мен жаңалықтарды алғашқы болып естігіңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.